Өскемен қаласындағы оралмандарға баспана салу жобасы сәтсіз болып шықты. 4 жыл бұрын жергілікті билік нұрлы көш бағдарламасы бойынша аз уақыттың ішінде бір ауыл тұрғызғандарын айтқан болатын. Алайда жасалған жұмыс шала болса керек. Қыс түсе қақырап кететін сапасыз үй дауы биыл тағы да жалғасты. Мәселенің мән-жайын тілші тарқатсын. Қатарынан бірнеше жыл бойы Атышулы Шығыс ауылы қыста қаңырап, тұрғындардың тең жартысы жан-жаққа кетіп қалады. Жергілікті тұрғындар қатырма қағаз деп атап кеткен үйлерінде қыста тұру мүмкін емес дейді. Суық түссе отбасыларымен қалаға кетіп, туыстарының үйін жалдамалы пәтерлерді паналауға мәжбүр. Ауылда тек төзімі мықтылар мен үйлерін өз қаражаттарына қаптап алғандар ғана қалады екен. В нашем поселке ауылымызда үйлер көп, алайда тең жартысы бос тұр. Себебі тұру мүмкін емес. Көптеген кемшіліктері бар. Жұрттар қалада жалдамалы пәтер паналап жүр. Сапасыз салынған пластикалық терезелер, үгітіліп жатқан іргетас, сыз, зең басу, қабырға қаптамасының құлауы. Бұл тек тұрғын үйді мемлекеттік бағдарлама бойынша тексеру кезінде анықталған ақаулар. Жақында сот мердігер болған Агем жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кемшіліктерін дұрыстауды міндеттеді. Недостатки выявлены в 30 жилых. Кемшіліктер 30 тұрғын үйде анықталған. Тексеру кезінде 4 үйдің ақауын мердігер компания өз еркімен төзеген. Қалған 26 үйдің көптеген кемшіліктері тұрғындардың наразылығын тудыруда. Осыған байланысты сот мердігер компанияны кем тұстарды жөндеуге міндеттеді. Алайда 150 үйді салған құрылыс компаниясын сот айыпты деп таныған жоқ. Құрылыс бөлімінің өкілі ретінде тапсырыс беруші талапты кеш тапсырды. Себебі жұмыс 2011 жылы аяқталған болатын, ал талап тек 2014 жылы қойылды. Жалпы ауылда әртүрлі мердігер компаниялар салған 400-тен астам үй бар. Шағын барлық бой көтерген түтінге түскен болатын. Bir жыл бұрын мемлекет қаржысын тиімсіз жұмсағаны және жұмысты мерзімінде аяқтамағаны үшін Кумаров ИК жауапкершілігі шектеулі басшысы тұтқындалып, жауапқа тартылды. Ал тағы бір Бытстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі олқылықтарын мүлден басқа құрылыс компаниясы жүргізді. Нұрбек Хасен, Жанар Асылханова, Юрий Ушаков, Қазақ Ньюс, Өскемен.